Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай бисквит дайындаймын. Өте оңай жасалуы. Ол үшін мен 4 жұмыртқа алдым. 4 жұмыртқаның осылай 4 жұмыртқаға секер салам 1 стакан. Сосын барлығын жақсылап осылай араластырамын. Густой болғанша мен 15 минуттай араластырдым. Густой болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай жақсы густой болып шығу керек. Так, содан кейін густой болғасын, оған біз аздан ұн салып тұрып, былғап тұрамыз. Жақсылап былғап тұрамыз. Ұнның түйіршіктері қалмау керек. Жақсылап жайлап былғаймыз. Аздан ұнды салып. Ұнды мен енді көз мөлшерімен салдым. Қатты қою болмау керек. Қою болып кетпеу керек. Біздің ингредиент. Так, ұнды 1 стакан жетер-жетпес. Аздан салып, осылай былғап тұрамыз. Өте қою болмау керек. Осылай жақсылап. Оның түйіршіктері қалмау керек. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып былғаймыз. Дайын болды. Міне осындай аздан тағы да. Егер де сұйық болса, қарайсыздар, ұн салып тағы былғай береміз. Міне осындай форманы әуелі майлап аламыз. Содан кейін формаға дайын ингредиентімізді, осы тортымызды құйып, осылай равномерно жасап аламыз. Сосын қызып тұрған пешке 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне, ешқандай заморочкалары жоқ. Тек қана 4 жұмыртқа, 1 стакан секер болды. Және миксер қажет. Міне, осындай дәмді шайға тіске басар өте пышный торт шықты.